Сәлем құрметті инвестор. Бүгін осы бейнеде мен сізге Freedom Brokerге қалай сауатты және дұрыс тіркелу керек және қалай толтыру керек екенін толықтай түсіндіремін. Мұқият қарап отырыңыз және бірге бір қайталап отыруға тырысыңыз. Ең әуелі сізде егер Android платформасында жұмыс жасайтын телефон болатын болса, Play Marketке Freedom Broker деп жазасыз, ал iPhone болатын болса, App Storeға Freedom Broker деп жазасыз. Мына жерде жазу нұсқаулығы көрсетілген, тура осылай жазасыз. Сол кезде сіздің алдыңыздан бірнеше бағдарлама шығады. Соның ішінде енді Freedomның өте көп бағдарламасы бар. Соның ішінде бізге керегі, яғни акция сатып алу үшін Freedom Broker деген. Осыны өздеріңізге жүктейсіздер. Телефонымызға жүктелгеннен кейін Open дегенді басып ашамыз. Ашқаннан кейін дәл осындай бет пайда болады. Осы жерде бізге бұрында тіркелген болатын болса, яғни бұл бағдарламаға, онда войти-ді басамыз. Егер жаңадан тіркелген деп жатсақ, открыть счет дегенді басамыз. Открыть счет дегенді басамыз. Осы жерде біз енді өзіміздің email-ымызды және сол email-дың паролін енгізу керек болады бізге. Мұқият өздеріңіздің пайдаланып жүрген, яғни пошталарыңызды осы жерге енгізіңіздер. Поштамызды және құпия сөзді енгізгеннен кейін өте мұқият тексеріңіздер. Және дұрыс екеніне көз жеткізгеніңізден кейін осы продолжить батырмасын басасыз. Енді сізге осындай таңдау беріп тұр, яғни 3 суретті таңдауыңыз керек, яғни саты деп тұр. Енді сіздерде мүмкін шығады, мүмкін шықпас. Сонымен әрі қарай өтеміз тексерістен. Жаңадан яғни бізге ашылып жатыр. Счет күтеміз кішкене. Міне осылай бізге бірден демеу счет ашылады. Одан кейін барып бізге пароль сұрап тұр. Яғни ылғи осы бағдарламаға кіріп тұру үшін біз осы жерге пароль енгізуіміз керек болады. Енгіздік. Қазір кішкене күтеміз. Күткеннен кейін әрі қарай бізден деректерді сұрап бастайды, яғни бірден сұрады бізден телефон номерімізді. Осы жерге өзіміздің телефон номерімізді көрсетеміз. Телефон номерімізді тергеннен кейін біздің телефон номерімізге растау коды келеді, сол кодты енгіземіз. Енгізгеннен кейін, яғни бізге елді таңдау керек. Яғни қай елге тіркелгенбіз, қай елдің азаматымыз, соны таңдау керек. Біз басамыз Қазақстан деп. Өйткені қазақстандықпыз. Енді одан кейін, яғни сіздің тұрып жатқан мекен жайыңыз қазіргі неңізбен сәйкес келе ме? Біз иә деп басамыз оған. Әрі қарай ештеңені қозғамаймыз, жалғастыра береміз. Тағы да жалғастырамыз, ештеңені қозғамаймыз. Одан кейін осы жерге біз өзіміздің жсн, яғни инімізді жазуымыз қажет болады осы жерге. Өз жсн-імізді енгізгеннен кейін бұл жерде сұрақ қояды. Осы сұраққа жауап береміз. Мен өзімнің жауабымды бердім. Сіз де өзіңіздің жауабыңызды беріңіз осы жерде. Яғни сіз немесе сіздің жақындарыңыз мемлекеттік қызметте істей ме деген сұрақ, соған өзіңіздің жауабыңызды беріңіз. Одан кейін біз, яғни сіз ақш-тың резиденті болып табылмайсыз ғой, сол үшін нет деп баса саласыз осы жерде. Енді біз жайлы қаяқтан білдіңіз деген сұраққа осы жерге жауап берсеңіз болады. Енді не помню деп баса салайын, өйткені мен жаңадан ашып жатырмын. Әрі қарай жалғастырамыз. Бұны да әрі қарай жалғастырамыз. Мыналарды басып оқысаңыз болады. Бізге осы жерге код келеді. Тағы да растау коды. Біз осы растау кодын басамыз. Дәл қазір бізде тексерістен өткеннен кейін, яғни бізге түр әлпетімізді тексерістен өткізу керек. Сол үшін осы бетте сіздерді жасаңыздар, яғни түрлеріңізді көрсетесіздер, жеке куәліктеріңізді көрсетесіздер. Осыны бірге бір қайталап шығыңыздар. Начать басқан кезде бізге осындай сұрақтар болады, яғни бірінші жеке куәлігімізді не істеуіміз керек, яғни көрсетуіміз керек, алдын және артын, содан кейін өзіміздің түрімізді көрсетуіміз керек осы жерде. Осыны толықтай орындап шығыңыздар. Енді біз әрі қарай басамыз бұны.
продолжить деп, сосын осы кезде шығады. Яғни біз қазір өзімізді дәлелдеу үшін бізге екі құжат түрін ұсынып тұр. Біріншісі загранпаспорт, екіншісі кәдімгі біздің пайдаланатын жеке куәлігіміз, удостоверение. Енді біз қазір осы жерде, сіз мысалы загранпаспорт болса, загранпаспортты да салсаңыз болады, жеке куәлігіңіз болса, жеке куәлігіңіз. Мен енді жеке куәлігім таңдаймын да, жеке куәлікті суретке түсіремін қазір. Осы жерде біз жеке куәлігімізді көрсетіп суретке түсіреміз. Алдымен мына жерде тұр, ең бірінші суреті бар жағын суретке түсіріңіз деп, сіз өзіңіз суретке түсіресіз де оны жүктейсіз. Так, біз жеке куәлікті көрсеттік және түрімізді көрсеттік. Содан кейін біздің статусымыз қазір, яғни тексеріліп жатыр. Осыны біз күтеміз, міне. Күткеннен кейін бірден толықтай бізге счет ашылып кететін болады. Яғни біз жаңа демо счет ашқан болатынбызсақ, енді біз яғни реальный счетқа өттік. Яғни акция сатып алуға болатын счетқа. Қазір бізде 10-15 минут көлемінде біздің құжаттарымыз тексеріледі. Тексерілгеннен кейін бізге хат келеді, сіздің счетыңыз ашылды деген. Соған дейін біз күте тұрамыз. Хат біздің жаңағы енгізген поштамызға келу керек. Кейде келмей қалуы да мүмкін. 10-15 минуттан кейін қайтадан тексеріп көріңіз. Біз бар болған 2 минут қана күттік. 2 минуттың ішінде бізге келді, яғни құттықтаймыз, сізде торговый счет ашылды деп. Яғни бізде осы тұрған кезде акция сатып алуға арналған счет толықтай ашылды. Жалпы ашылған кезде осы бет бірден ашылып кетеді, яғни сізде қазір толықтай торговый счет ашылып тұр, яғни мына жақта келіп жатыр уже бізге хат. Енді біз не істеуіміз керек? Бізде бірден Freedom Broker блокқа түсіріп тастайды. Кез келген ашылған счетты бірден блокқа жібереді, себебі бізге қазір өзіміздің деректеріміз әлі толық енген жоқ бұл жаққа. Енді сол деректерді енгізуіміз керек. Деректерді енгізу үшін қазір мен өзіме ыңғайлы болу үшін қазақ тіліне қойып аламын. Алдымен енгізу үшін осы екі бірдей жазбаны толтыру керек болады. Біріншісі ол экономикалық профиль, екіншісі W8 вен үлгісі. Бірінші экономикалық профиль толтырамыз. Экономикалық профильде бізге сұрақ қойылады, код жіберу деп басайық осы жерде. Енді код бірден келді. Яғни әрбір қадам ол осындай код арқылы орындалып отырады. Енді осы жерде өзіңіз жөнінде сұраққа жауап беруіңіз керек болады бұл жерде. Мысалы айтайық, сіздің білім деңгейіңіз қандай деген сұрақ. Егер сіз жоғары болатын болса жоғары деп, егер орта болатын болса орта. Енді өзіңіздің білім деңгейіңіз қандай, соны белгілейсіз. Инвестициялық тәжірибеңізді көрсетіңіз. Егер сіз алғаш рет, бірінші рет жасайын деп жатырсаңыз, осы жерде тәжірибесі жоқ деп белгілеңіз. Егер сіз бұның алдында инвестиция жасап жүрген болсаңыз, осы жердегі қай бағанға сәйкес келеді, соны басыңыз. Енді тәжірибесі жоқ дегенді басамыз біз. Саудада қандай маржа деңгейін көрсетіңіз дегенде, біз маржа саудасы бойынша әлі тәжірибем жоқ деп басамыз. Ал сіздерде осы бағанға сәйкес келіп тұрса, соның біреуін басыңыздар. Мен енді тіркеп жатқандықтан бұны, сол себепті ешқандай тәжірибе жоқ. Осы жерде қызмет аймағыңызды көрсетіңіз деп сізден сұрап тұр. Яғни қай салада қызмет жасайсыз, соны осы жерге белгілеуіңіз керек. Осының барлығын қарап шығыңыз. Егер бұның ешбіріне сәйкес келмейтін болсаңыз, мысалы студент деген бар, бұның ішінде жұмыссыз деген да бар, зейнеткер деген да бар, әртүрлі жұмыс түрлері ұсынылған. Сіз қайсына сәйкес келесіз? Егер сәйкес келмесеңіз, онда тізімге кірмеген басқа әрекеттер деп басасыз да. Бұл жерге өзіңіздің қызмет жасайтын ауданыңызды көрсетесіз. Қай ауданда қызмет жасайсыз, соны осы жерге жазып отыруыңыз керек болады. Одан кейінгі сұрақ сізде лауазымы деген сұрақ. Яғни лауазымы деген, сіз жұмыста қандай лауазымда қызмет жасайсыз? Мүмкін бастық болуыңыз мүмкін, болмаса қатардағы қызметкер, болмаса енді өзіңіз білесіз ғой, аға қызметкер болуыңыз мүмкін. Соның біреуін осы жерден таңдайсыз. Одан кейін осы жерде компанияның атын жазасыз. Егер сіз мына жақта тізімге кірмеген басқа әрекет деп таңдаған болатын болсаңыз, осы жерде компанияның аты деген шығады. Яғни сіз жұмыс жасап жатқан компанияның атын осы жерге енгізуіңіз қажет болады. Одан кейін сіздің негізгі табыс көзіңіз, яғни сіз қай жерден табыс табасыз? Енді бұл түсінікті, жалақы болса жалақы, солардың барлығын белгілеңіз. Егер студент болсаңыз шәкіртақы деп белгілеңіз, болмаса сізде депозиттер болатын болса, болмаса жаңағы инвестицияңыз болатын болса, мынаның барлығын 3 таңдауға дейін жасай беруге болады. Болмаса барлығын да таңдай беруге болады. Өзіңіз қайсыдан табыс табасыз, соның барлығын көрсетіңіз.
сіздің негізгі активтеріңізді бөлу деген келесі сұрақ, яғни сіздің атыңызда үй бар ма деген сұрақ. Яғни бізде жылжымайтын мүлік дейміз. Яғни осы жерде сол жылжымайтын мүліктің, мысалы сізде үй болатын болса, болмаса көлік болатын болса, білмеймін, әйтеуір тағы бір жылжымайтын, мүмкін сіздің арендаға беретін затыңыз бар, соның құнын осы жерде доллармен көрсетесіз, яғни оның құны қанша болады. Болмаса сізде жылжымайтын мүлік жоқ болса, онда банк депозиті бар ма, банк депозитінде сізде 500 мың теңге тұр ма, $1000 деп осы жерге көрсетіп өтесіз, яғни нақты көрсетуіңіз керек болады осы жерге. Содан кейін сізде жылдық табыс деп сұрап тұр, яғни сіздің жылдық табысыңыз қанша. Мысалы сіз айына 120 мың теңге алатын болсаңыз, соны 12-ге көбейтесіз, яғни 120 мыңды. Содан кейін оны долларға айналдырып осы жерге жазасыз. Мысалы, мен мысалға айтып жатырмын, біреуде 5 мың болуы мүмкін. Енді сәйкесінше жылдық шығындар қанша сізде? Мысалы, жылдық шығын 4800 болуы мүмкін, соның барлығы нақты жазасыз. Одан кейін келесі сұрақтарға жауап береміз. Инвестициялау үшін қолда бар қаражат сізде $10 000 дейін болатын болса, $10 000 дейін деген тұра берсін. Егер сізде одан жоғары болатын болса, ойысып жылжытып өзіңіздің суммаңызды көрсетсеңіз болады. Және мына жерде жазып тұр, Freedom Broker бойынша күтілетін жылдық инвестиция суммасы дейді. Яғни сізде қанша сумманы күтесіз, соны да жазып өтесіз. Одан кейін қолма-қол ақшаны шотыңызда алуға жоспарлаған елдер. Сіз егер Қазақстанда болатын болсаңыз, Қазақстан деп белгілеңіз. Егер сіз басқа мемлекетте жұмыс жасап жатқан Қазақстан азаматы болсаңыз, онда осы жерге сол мемлекетті белгілегеніңіз дұрыс болады. Мына жерде де тура солай, біздің компаниядағы шоттарыңыздан қолма-қол ақшаны шығаруды жоспарлаған елдер. Енді мен бұл екеуінде де Қазақстан деп қалдыра беремін. Содан кейін қосымша салық резиденттілігі бар ма? Енді Қазақстан 99%-дан да болмайды, жоқ деп белгілейміз. Қосымша азаматтылық бар ма? Бұл да Қазақстанда жоқ деп белгілейміз. Ойыстып барлық сұрақтың жауабын белгілегеннен кейін мынау растау батырмасын басып жібереміз. Тапсырма берілсін бе деген жауап шығады, окей деп басамыз. Яғни біздің экономикалық профилімізге тапсырманы жіберіп жатырмыз. Яғни осындай жазу шыққаннан кейін бүйтіп ақырын артқа шыға берсек болады. Яғни бізде кетті жаңағысы. Енді бұл жерде қалды W8 үлгісі деген қалды. Осының үстін басамыз. Яғни бұл бізде, міне біздің экономикалық профиліміз тапсырма орындалды деп келді. Енді бұл жерде біздің деректеріміз шығады. Бұл жерде енді біз бір ғана ақпарат көрсетеміз. Ол біздің ел, яғни Қазақстан деп белгілейміз осы жерге. Қазақстан деп белгілейміз. Одан кейін елді мекен, аудан. Енді осы жерді қараңыз, жазған кезде өте мұқият болыңыз. Елді мекенді ағылшынша әріптермен жазамыз. Ақтөбе қаласы дейміз, үтір қоямыз да ортасынан бір ашық қалдырамыз. Содан кейін қайтадан ауданымызды жазамыз. Ауданды жаздық. Одан кейін индексті жазамыз. Яғни осы жерде сол қаланың немесе ауданның индексін көрсетеміз осы жерде. Енді одан кейін көше және үй номерін тағы да ағылшынша әріптермен жазамыз. Және көше, үй номері, пәтер дегенге де өзіміздің дерегімізді толтырамыз. Одан кейін астыға қарай түсе береміз. Мұқият оқып отырыңыздар. Осылай төмен қарай түсе береміз. Болды, біз толтыратын деректер осымен аяқталды. Одан кейін мына жерде қараңыздар, сіз пішіммен таныссыз ба деген кезде, мен алдын ала толтырылған пішіммен таныспын деп басасыз. Содан кейін W8 бойынша қол қою үшін SMS кодын алыңыз дегенді басасыз. Осы жерде SMS код келеді. Осы SMS кодты енгіземіз. Кейде осы SMS код адамдарға өте ұзақ уақытта келеді. Кейде тіпті келмейді қалуы мүмкін. Яғни 2-3 рет, мына жерде қазір 30 секунд өткеннен қайтадан сол батырма пайда болады. 2-3 рет басқаннан кейін келуі мүмкін. Егер сізде келмей жататын болса, онда Freedom Broker'дің менеджеріне хабарласып айтып ескертіңіз. Менде қанша уақыттан бері келмей жатыр, қанша уақыттан бері жасалмай жатыр деп, олар сізге өзінің көмегін көрсетеді. Өйстіп егер код келетін болса, код келген болса, кодты енгізіңіз, егер келмесе қайтадан сұрасаңыз болады. 3-4 рет сұрасаңыз болды. Содан кейін растау батырмасын басамыз. Содан кейін тапсырма берілсін бе дейді, окей деп басамыз. Яғни міне болды. Бізде қазір екі жаңағы біздің экономикалық профилімізді және W8 үлгісі де ол тапсырылды. Қазір мынау тапсырылып толық біткеннен кейін мына қызыл жазу кетеді. 2-3 минут өткіземіз де қайтып кіреміз Freedom Broker'ге. Кіреміз. Осыдан кейін біз
кіру кодын енгіземіз, немесе Face ID-ме өтуге болады. Содан кейін мәзір деген бөлімге өтеміз. Яғни қарап өтіретін болсақ, біз жаңағы екі бірдей сауалнаманың екеуінен де өттік. Яғни осы жерде қызыл жазу кету керек. Сол кеткеннен кейін барып бізге акция сатып алуға мүмкіндік ашылады. Біз осы сәттен бастап, яғни қарайтын болсақ, бізде қазір толықтай счет ашық, акция сатып алуға толықтай счетымыз дайын.